Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ондық бөлшектерді дөңгелектеу. Бүгінгі сабақта сіз санның жуық мәні ұғымымен танысасыз. Алдымен анықтамаға назар аударайық. Санды дөңгелектеу дегеніміз оның дәл мәніне жақын жуық мәнін табу. Және санды дөңгелектегенде ол өзінің жуық мәніне тең болады. Мысал келтірейік, қараңыздар. Айталық бізде 485 теңге бар. Енді осы ақшамызды дөңгелектеп, жуықтап айту үшін 485 теңгеміз 400 теңгеге жақын ба, әлде 500 теңгеге жақын ба? Әрине бізге 500 теңге жақын болады. Демек, менің қалтамда 485 теңге ақша болса, оны шамамен 500 теңге деп жуықтауға болады екен. Себебі қараңыздар, 485-ке 15 теңге қоссам 500 теңге болады. Ал 400-ге жету үшін 485-тен 85 теңгені азайту керек. Сондықтан біз 500 теңгеге жақынырақ тұрмыз. Келесі, айталық мынау 5,4 килограмм картоп болсын. Енді ойланайық, 5,4 килограмм картоп 5 килограммға жақын ба, әлде 6 килограммға жақын ба? Әрине, біз 5 килограммға жақынырақпыз. Демек, балалар 5,4-ті жуықтап 5 килограмм деп айтуға болады екен. Келесі, айталық мына шелекте 12,7 литр су сияды. Енді 12,7 литрді жуықтап, шамамен 12 литр деп айтсақ дұрыс бола ма, әлде 13 литр деп айтсақ жақынырақ бола ма? Әрине, 13 литр деп айтсақ, оған жақын болады екен. Себебі балалар, 12,7 литр дегеніміз 12 литр және 700 миллилитр. Әрине 700 миллилитр ол 1000 миллилитрға жақын. Сондықтан біз оны 13 литр деп жуықтаймыз. Мысалдарымызды жалғастырамыз. Айталық, 2 жыл және 10 ай берілсін. Бұл уақытымыз жуықтап алатын болсақ, 2 жылға жақын ба, әлде 3 жылға жақын ба? Әрине 3 жылға жақын, себебі 1 жылдың ішінде 12 ай бар, ал бізде 10 ай болып тұр. 3 жылға толтыру үшін 2 ай ғана жетіспей тұр. Сондықтан біз бұны жуықтап, немесе дөңгелектеп 3 жыл деп айтады екенбіз. Келесі мысал, 11 сағат 15 минут. Бұл жерде балалар, уақытымыз 12 сағатқа жақын ба, әлде 11 сағатқа жақын ба? Әрине, жуықтасақ 11 сағат болады. Жазып қойайық. Бұл жерде балалар 1 сағатта 60 минут бар екен еске түсірейік. Және 60 минуттың тек қана 15 минут ғана толтырылған. Демек бізге 11 сағатқа жақынырақ тұрмыз. 12 сағатқа қарағанда. Айталық, бір марафоншы, марафон жүгіруші 42 километр және 200 метр жүгірді деп айтайық. Бұл жерде біз 42 километрге жақынбыз ба, әлде 43 километрге жақынбыз ба? Әрине, біз 42 километрге жақынбыз. Демек, жуық мәнмен 42 километр болады екен. Еске түсірейік балар, 1 километрде 1000 метр бар. Демек, 200 метр дегеніміз 42 километрге жақынырақ. Ал 43 километрге толтыру үшін бізге әлі 800 метр қосу керек. Жақсы. Келесі мысал. Айталық, менің атамның 2560 қойы бар. Енді кішігірім тест орындайық. Бұл жерде 2560 деген қойлардың саны жуық мәнмен 2000-ға жақын ба, 3000-ға жақын ба, әлде 4000-ға жақын ба? Өсіні қарастырайық. Әрине 4000 деген ол тым алыс болып кетеді. Біздің санымыз 2000 мен 3000-ның арасында орналасқан. Енді қараңыздар, 2560 деген жуық мәнмен 3000 қой деп жуықталады. Келесі мысал, айталық, 6235 теңге ақша. Оны біз жуықтау үшін ойланайық. 7000, 5000, немесе 6000. Қайсысы жуық мәнмен ең жақын келеді? Әрине ол бізде 6000 болады. Келесі,
Айталық, мына машинаның салмағы, яғни массасы 1 тонна 850 килограмм болсын. Олай болса, жуық мәнмен есептейтін болсақ, 2 тонна, 1 тонна, немесе 3 тонна. Қайсы біздің машинамыздың жуықталған мәні болып табылады? Массасына қарайтын болсақ, әрине 2 тонна ең жақын болып келеді. Ал енді балалар, ондық бөлшегінің жуықтап артығымен алынған мәні деген ұғыммен танысайық. Мысалы, 3,8-ді жуықтап алатын болсақ, 4 деп айтуға болады. Енді неге осы жазылуымызды біз артығымен алынған мән деп айтамыз? Себебі, қарайық, 4 3,8-ден артық. Сондықтан біз оны артығымен алынған мән деп айтамыз. Дәл сол сияқты 13,7-ні жуықтап 14 деп айтсақ болады. Енді қарастырайық балар. 13,7 әрине 14-тен кіші. Сол үшін біз оны артығымен алынған мән деп атаймыз. Дәл сол сияқты 21,164-ті жуықтап 22 деп аламыз. Себебі 22 21,164-тен артық болғандықтан біз осындай жағдайды ондық бөлшегінің жуықтап артығымен алынған мән деп атайды екенбіз. Келесі тапсырма. Ондық бөлшектерді дөңгелектеңіз. 5,181. Жуықтап алатын болсақ, бұл 6-ға жақын. Жаңа айтқандай, бұл біздің ондық бөлшегінің артығымен алынған мән болып табылады. Себебі 6 5,181-ден артық болып тұр. Дәл сол сияқты 18,7-ні дөңгелектейтін болсақ, оны 19 деп аламыз. 19 18,7-ден артық. Дәл сол сияқты 32,165-ті дөңгелектейтін болсақ, 33 болады. 0,9-ды дөңгелектейтін болсақ, бізге 1 бүтінді береді. 48,151-ді дөңгелектейік, ол бізге 49-ды береді. 122,7-ні дөңгелектейік, ол бізге 123-ті береді. 264,8-ді дөңгелектейік, ол бізге 265-ті береді. Және соңғы есеп 76,9-ді дөңгелектейік, ол бізге 77-ні береді. Ал енді балар, келесі ондық бөлшегінің жуықтап кемімен алынған мәнді қарастырайық. Мысалы, 4,121, ол бізде жуықтап алынатын болса 4 деп жазылады. Енді қараңыздар балар, неге біз бұны кемімен алынған мән деп айтамыз? Себебі бұл жерде 4 дегеніміз 4,121-ден кем болып тұр. Яғни бастапқы біздің санымыз дөңгелектеп алынған мәнінен артық болып тұр. Демек, нәтижесі одан кем болды. Сол үшін біз осындай жағдайды кемімен алынған мән деп айтамыз. Дәл сол сияқты балар, 19,3. 19,3 19-ға жақын ба, әлде 20-ға жақын ба? Әрине 19-ға жақын, 19 бүтін деп аламыз. Және байқадық, бастапқы санымыз кейінгі шыққан мәнінен артық болып тұр. Яғни бастапқы қарағанда кеміді. Жазып қойайық. 19 19,3-тен кем болып тұр. Осы үшін оны кемімен алынған мән деп айтамыз. Дәл сол сияқты балалар, 105,4, оны жуықтап алсақ 105 болады. Жазып қойайық. 105 105,4-тен кем болады. Бұл да балалар бізде кемімен алынған мән деп айтылады. Ал енді тапсырмаға көшейік. Ондық бөлшектерді дөңгелектеңіз. 12,4. Енді балалар, бұл жерде 12,4 12-ге жақын ба, әлде 13-ге жақын ба? Әрине ол 12-ге жақын. Демек, дөңгелектеп алынған мәні 12 болады. Бұл жерде балалар, қараңыздар, жаңа айттық, басында 12,4 болды, одан кейін ол кеміп 12-ге айналды дөңгелектеген кезде. Демек, бұл да балалар кемімен алынған мән болып табылады. Дәл сол сияқты 9,131. Яғни 10-ға қарағанда бұл ондық бөлшегіміз 9-ға жақын. Сондықтан жуықтап алсақ 9 болады. 21,123. Бұл да балалар дөңгелектесек 21 болады. Келесі 89,1. Дөңгелектейтін болсақ 89-ға жақын ба, әлде 90-ға жақын ба? Әрине 89-ға жақын болады. Келесі 65,2. Бұл ондық бөлшегіміз дөңгелектейтін болсақ, әрине 65-ке